Сәлем достар, қайырлы күн. Наурыз мерекесі баршамызға құтты болсын. Біз бүгін осындай керемет дәмі тіл үйретін наурыз көже жасаймыз. Арнаға жазылып, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Үлкен рахмет. Ол үшін бізге керегі тары, арпа, бидай, қатық, ет, қазы, сорпа қажет және тұз салуды ұмытпаймыз. Осы заттардың барлығын бөлек-бөлек суда асып аламыз. Асылған етімізді осылай кубик қылып майдалап турап аламын. Сорпамды мен бір рет сүзіп алдым. Таза сорпамның үстіне етімді саламын. Бөлек ыдыста асып алған арпамды, бидайымды және тарымды салып, сорпамды жақсылап тұрып араластырамын. Етті асқан кезде сорпамызға тұз салуды ұмытпаймыз. Негізі наурыз көже 7 түрлі тағамнан жасалады. Және әр аймақта бұл әр түрлі жасалады. Бірақ маған осы рецеп өте қатты ұнайды. Жасап көріңіздер, өкінбейсіздер. Енді міне сорпама қатығымды саламын. Осылай езіп аламын және құртымды саламын. Салып, тағы да жақсылап араластырып, отқа 10-15 минут тағы да қойып аламын. Міне сорпамыз дайын болды. Дәмі өте керемет болып шығады. Және байқағандарыңыздай тез және оңай дайындалады. Наурыз мерекесі тағы да баршамызға құтты болсын, ақ мол болсын. Әр үйде дастарханымыз тек қуанышқа жайылсын деймін. Олай болса, арнама жазылып, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Келесі видеоны жіберіп алмас үшін үлкен рахмет, сау болыңыздар.